Ал енді қайырлы күн оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін тағы да сіздермен бірге кезекті сатылымдағы пәтерді көруге келіп тұрмын. Қаламыздың нағыз орталығында орналасқан площадь аймағынан ITKB 26 адресі бойынша осындай 3-ші қабаттан керемет жөндеу жұмыстарынан өткен 3 бөлмелі пәтер сатылымға шыққалы отыр. Осы видеоны қазір соңына дейін көріңіздер, сіздерді қазір толықтай таныстырып шығатын боламын. Бірінші қазір үйдің ішін көрсетемін сіздерге, сосын үйдің сыртын көрсететін боламын. Міне бұл үйіміздің кіреберіс аймағымыз, сыртқы есігіміз, прихожный шкафымыз осы жерде орналасқан. Жақында ғана үйімізге толықтай жөндеу жұмыстары жүргізілген. Кіргеннен кейін осындай барлық үйлесімді ақ түсте жасалынған. Кіргеннен кейін оң жағымызда үйдің әжетханасы орналасады, кафельденген, арестоны бар. Ал енді қасында бөлек үйдің жуыну бөлмесі. Бұл да толықтай кафельденген. Енді мына тұста үйдің ас бөлмесі. Осындай барлығы сиған, компактный, артық ештеңе жоқ. Осындай ас бөлмеміз бар. Мынау жаңағы терезеден көрініс. Қарама-қарсы Астана ресторанын көруге болады. Пет колледжі аймағы. Алдағы уақытта қалада оқып жатқан студент балдарыңызға осы пет колледжден орталықта оқитын балдарыңызға алып берсеңіздер жақсы үй. Бағасын жоғалтпайтын орталықтағы үй. Менде осы жерде әдемі осындай встроенный шкафымыз қойылған, осындай айнасымен бірге теледидар бар, Wi-Fi бар. Осындай тамақ жеуге арналған столымыз да қойылған. Мына тұсымызда үйдің балконы. Енді мына тұста 2 жатын бөлмесі орналасады бізде. Үйдің бірінші жатын бөлмесі. Мұнда үйдің екінші жатын бөлмесі бар. Терезесін сіздерге бір толығырақ түсіндіріп жүрейін. Жаңағы ITKB, односторонний көше. Мына тұста кофе-бум бар. Кондиционерім жұмыс жасап тұр, перденің артында. Енді жүріңіздер, үйдің сыртымен таныстырайын сіздерді. Ал енді сіздерге тұрған жерін үйіміздің көрсетіп жіберейін. Анау ITKB көшесі, ITKB 26-шы үй. Астында осы гардероб атты магазиніміз орналасқан. Мына тұста Пет колледж, Астана рестораны. Көбісімізге белгілі, көп таныстыруды қажет етпейтін де шығар. Мына жерде кофе-бум бар. Былай қарай жүретін болсақ, жаңағы Ақжан бар, Пимпарк, нағыз қаламыздың орталығы. Үйдің салынған жылы 1976 жылғы ірі панельден соғылған. Енді осы үй бойынша толық ақпарат білу үшін астында көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыз.